Google'ға жазып Classroom Screen деп жазасыз, сосын андай сізге терезе ашылады. Терезе Google Screen. Бұл онлайн тақта. Енді мына жерде астына көріп тұрсыз ғой, мынандай бірнеше мынандай функциялары бар. Иә? Сізге бірінші көрсетейін. Мына жерде мысалы опрос дейді, допустим. Опрос ашасыз да, бұл жаңағы кері байланысқа жақсы. Немесе тағы да өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мысалы жазасыз мына жерге, немесе тестпен мысалы сұрағын жазасыз. Мысалы Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді десе, мына жерге мысалы 1845, 1900 деген сияқты, яғни бірнеше жауап беріп жазып нетесіз. Сол кезде әр бала мысалы қайсы дұрыс, А-сы дұрыс па, Б-сы дұрыс па деп мына жерде сонда несі шығып жатады, количествосы. Иә, бұл опрос. Аны былай алып тастауға болатын жерде удалить деген белгі тұр ғой, сонымен бүйтіп. Одан кейін имя наугад дейді. Бұл мысалы оқушыларыңызды сіз деп, сен шық деп айта бермей, мысалы мен арқылы рандомно білуге болады, шақыруға болады. Мысалы мынаны басқан кезде мына жердегі не ашылады, мынандай, иә. Мысалы Аянат, мысалы Аянат. Ана жаққа жазып жатсың. Иә, мына жаққа жазатын. Расул, мысалы, балалардың аттары. Аружан деген сияқты, мысалы неше сыныпта неше бала бар, соны жазып қоясыз. Сосын мынаны басасыз. Сол кезде мына жердегі мынандай не ашылды. Сосын сіз уже сабақтан сұрайсыз, мынаны басасыз да. Сол кезде, міне Аружан тақтаға шық. Келесі Расул деген сияқты осылай имя наугад кете береді. Иә? Анда мысалы былай. Так, мына жерде енді қолдану жаңағы көп сөйлеп кетсе, мысалы балалар көп қатты сөйлеп кетсе, мына жерде регламент. Иә, регламент. Так, одан кейін мына жерде текст дейді, мысалы мен аны күнделікті неге пайдаланамын? Тақта ретінде пайдаланамын. Мысалы қарашаның мысалы қарашаның 3-ші дейді, мысалы, иә, 3-ші сынып деген сияқты жазып қояса, тақырыбыңызды жазып қоясыз мына жерге, мысалы, иә. Сосын мына жерде мынандай не, мынау мысалы тақта ретінде пайдалануға болады. Енді қараңызшы, менде бір сұрақ. Мысалы жаңағы үй тапсырмасын сұрайтын кезде, иә, сол жаңағы астындағы панельден баса саламыз ғой. Бірақ мынау онлайн болғандықтан сіз сабаққа 1 сағат бұрын ба, бір күн, мысалы түнде дайындап қоюға болмайды, ол сізде өшіп қалады онлайн тақта. 1-2 сағат бұрын дайындап қоясыз да. Енді осы кезде мысалы рандомнан сабақ сұрайтын жерді басыңызшы. Практикада көрейік. Енді? Иә. Жаңағы балалардың аты жөні шыға ма, сақталды ма? Жоқ, мен өшіп тастадым ғой. Өшіп тастадыңыз. Иә, өшіп тастадым. Мына жерде бірақ жазып қоясыз да, мысалы мына жерде неден ала саласыз да, мына жерде білім алдан копировать етіп қоя саласыз да, сұрай бересіз, 1-2 секунд қана өзі. Ана светофор дегенді көрсетіңізші. Так, одан кейін не бар қайсысы? Мына жерде жаңағындай мынау, иә? Немесе жаңағы басқа Google-дан мәтін әкеліп қойып, тағы да тапсырмаларды әкеліп қойып, мына жерге қойып, мысалы бүйтіп үлкейтіп көрсете салуға болады. Так, одан кейін бұл тоже кері байланысқа светофор, мысалы бірнеше бүйтіп шығарып қойып, мысалы әр тақтаға бүйтіп қойып, аттарын жазып астына, мысалы, иә. Мына жерге бүйтіп, бүгінгі сабақ қандай болды деген сияқты. Сол кезде әр бала мынаны басады, мысалы мынаны басады. Сөздерін жазуға бола ма? Мына жерге астына мысалы жаңағындай әкеліп қойып, түсіндім, түсінбедім деген сияқты, иә? Иә, мысалы мынандай жаңағы мынаны әкеліп, мына жерге астына жазып қоюға болады, мысалы кім екені белгісіз болу үшін, деген белгілі болу үшін. Енді кім басатқан дегенін білмейсіз ғой, мысалы. Расул, мысалы, қайтты түсінді Расул деген сияқты ғой, мысалы. Ол сөзін балаларға алдын ала айтып қою керек, иә? Жаңағы оны енді өзіңіз айтып қоясыз ғой, иә, өзіңіз айтып қоясыз. Сабақтың жаңағы кері байланысы ретінде алдын ала айтып қою керек. Мынау мысалы уақыт, балаларға уақыт бересіз, мысалы уақыт неше минут уақыт сабаққа, мысалы бір тапсырмаға мысалы 5 минут уақыт беремін деп таймер қоя саласыз. Сол уже уақыт аяқталған кезде мынау дыбыс береді, уже қоңырау аяқталады. Мысалы тағы да қойшы, мысалы 1 минут, мысалы 1 минут мысалы, иә, немесе 30 секунд. 0-0 ана жаққа 30 қойсаңыз. Мына жерде 0-0, мына жерде 15 секунд. Где-то
дауыс көрдіңіз ғой, иә, дауысы береді. Сосын болды, стоп, балалар уақыт аяқталды деп кетесіз, иә. Так, одан кейін мына жерде сағатты қоюға болады, мысалы. Сосын мына жерде море деп тұр ғой. Иә, море деп тұрған мына жерге. Көрдіңіз ғой? Иә. Мынаны басасыз, сол кезде мынандай неше функциялар ашылады мына жерде. Мысалы мына жерде видео деген бар. Мысалы ютубтан ашып қалсаңыз неше түрлі реклама басылып кетеді ғой, мысалы, иә. А мына жерде ютубтан ссылкасына келесіз де, мына жерге қоя қоясыз, сол кезде тұтынылып өзі ашылады. Мысалға ютубты ашылайық та. Неге бұлдырлап кетіп тұр, қайта сотка. Жаңағы классрумыңыз не тұр ғой енді. Сіз ютубқа бірдеңе салғыңыз келді балаларға көрсету үшін, мысалы, мына видеоға, мына жерге. Мына жерде жоқ қой енді. Соны ютубтан аласыз да, мына жерде, мысалы, алдар көрсетіп, мысалы. Соның ссылкасын қоя саласыз, мысалы, көшіріп алып копировать, сосын мына жерге апарасыз да, ссылкасын вставить дейсіз да, басасыз. Сол кезде мына жерге міне не ашылады, міне алдар көрсе ашылады. Барлығы свернут етіп қоюға бола ма осының бәрі? Иә, жоқ. Экранда қаптап кетеді ғой бәрі. Ол қаптан, бұл мына жерде қараңыз, мынаны көріп тұрсыз, мына жерде плюс деген белгі тұр ғой. Мына жерде. Мына жерде. Иә. Сонда келесі бет ашыла береді. Сіз бәсе. слайд сияқты. Сіз бір бетке бәрін сыз алмайсыз ғой. Иә. Жаңағы бірінші бетке мысалы күнін жазып қойыңыз, екінші бетке ашасыз да. Соны түсінбей отырмын ғой, бәрі бір бетте тұра ма деп. Жоқ, тұрмайды ғой. Мынау мысалы слайд сияқты ғой, келесі бетпен сонда жақсы екен. Сіз мысалы бірінші бетті екінші бетке тақырыбын түсіндіресіз, екінші, үшінші бетті видеоны жақсы деген сияқты. Жаңа не ашыла береді. Сонымен қорытындылайтын болсақ, бұл тиімді тұстары, яғни бұл Classroom Screen онлайн тақтасының. Мысалы сіз әрбір жерден іздеп жатпайсыз керекті дүниелеріңізді бір онлайн тақтаның ішінде ғана тұратын дүние. Кезек-кезекте мысалы мына жердегі беттерін ашып отырып, жаңағы видео керек дейсіз ба, немесе тағы да сағаты керек па, тағы да наугад мысалы балаларыңызды тақтаға шығарғыңыз келе ма, осыны жеке-жеке ашып, яғни бір онлайн тақтада тұрады. Сонымен ерекше болып платформа. Платформаның аты? Яғни Classroom Screen. Рахмет сізге. Тағы айта кетейін сіздерге. 1-2 сағат бұрын ғана пайдаланып жазып қоймасаңыз, бір күнге де бұл сақталмайды, өшіп қалып, яғни сабағыңызға дайынсыз келіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан алдын ала 1-2 сағат бұрын ғана дайындап жазып қойып, одан кейін сабағыңызға тез көрсете аласыз. Рахмет Айтолқын мұғалім.